Маған КМФ компаниясынан қоңырау шалған кезде мен КМФ жайлы сіз білесіз бе деп сұрақ қойғанда мен ештеңке білмедім КМФ компаниясы туралы. Сонда маған айтқан сөзі бір туысымның КМФ компаниясы өте жақсы компания, мүмкіншілігің бар болса келіс деп. Қазір өкінішім жоқ, мен өте қуаныштымын. Қазір Алматы қаласында жұмыс жасаймын. 2,5 жыл болды жұмыс жасағаныма. Басында ойлайтын, қалай КМФ компаниясында адамдары 20 жыл жұмыс жасайды. Содан шынымен де бұл жақсы компания. Сонда түсінгенім, КМФ компаниясы өздерінің ішкі клиенттеріне өте жақсы көзқараспен, қамқормен қарайды. Сондықтан да менің де арманым осы компанияда енді қаншама көмегім тигенше осы компанияда жұмыс жасаймын. Бизнес-тренер болу үшін ең бірінші өз жұмысын сүю керек, екіншісі тәжірибесі болу керек, және де үлкен адамдармен қалай жұмыс жасау білу керек. Балаларды үйреткенде, әлде үлкен адамдарды үйреткен кезде айырмашылығы өте көп. Мотивация ынталандыру керек. Ең көп адам саны бір тренингте 60 адам. Және де бізде бір үлкен былтыр жоба болған. Сонда біз бір аудиторияда 120 адам жинағанбыз.